Кез келген адам тұлға ретінде даму үшін белгілі бір іс-әрекеттер жасайды. Бүгін сіздерге продуктивті болудың 5 жолын ұсынамыз. Мақсатқа емес, жүйеге назар аударыңыз. Бізді кішкентай кезімізден мақсаттарға ұмтылуға үйретеді. Жақсы бағалар алу, бастапқы спорттық командада болу, жоғарылау және тағы басқа. Сіз көп жұмыс істеп жатырсыз және мақсатыңызға жетесіз деген үміттемін. Бірақ та тек қана мақсатқа барлық көңіліңізді аудармаңыз, жүйеге де назар аударған дұрыс. Алайда мақсаттардың көп бөлігі біздің бақылауымыздан тыс болады. Бұған жету үшін бізде шектеулі бақылаулар бар. Біз басқа айнымалылардың арасында болашаққа, басқалардың іс-әрекеттеріне, экономикаға немесе қоршаған ортаға бақылау жасай алмаймыз. Сондықтан біз мақсатқа емес, жүйелерге назар аударуымыз керек. Жүйеде сіздің назарыңыз сіз басқаратын барлық бөліктерге бағытталған. Жүйе қайталанатын процесс үшін тиімді сөз. Мақсат сіздің блогыңызға 500 жазылушыны қосу болса, ал күніне 500 сөз жазу қайталанатын процесс. Марафонға қатысу мақсат болса, аптасына 4 күн 30 минут жүгіру қайталанатын процесс. Осылайша кішкентай жетістіктер уақыт өте келе жинақталады. Ал көп кішкентай жетістікке жетті деген сөз, оның үлкен жетістікке жетер жолы алыс емес деген мағынаны білдіреді. Күрделі эффект ережесін қолданыңыз. Күрделі пайыз бұл әлемнің 8-ші кереметі. Осыны түсінген адам ақша табады, ал түсінбеген адам ақша төлейді дейді Альберт Эйнштейн. Күрделі пайыздар бұл сіздің бастапқы салымыңызға пайыз қосуды білдіретін қаржы және экономиканың тұжырымдамасы. Бұл проценттің үстіне пайыз қосылады дегенді білдіреді. 10% өсіммен және $100 бастапқы салыммен сіз бірінші айда $110 аласыз, екінші айда $121, ал үшінші айда $133 алатын боласыз. Сіздің табысыңыз өсе береді. Бірінші айда 10, екінші айда $11, ал үшінші айда $13 болады. Бірақ қаржыландырудан тыс күрделі эффектке арналған көптеген қосымшалар бар. Бұл сіздің өміріңіздің барлық салаларына әсер етеді. Мысал ретінде білімді алайық. Егер сіз күніне 2 парақ оқысаңыз, сіз кітаптар мен сабақтардың арасында байланыс орната бастайсыз. Күн сайын осы парақтардан 500-ін оқыңыз. Білім осылай жұмыс істейді. Ол күрделі пайыздар сияқты жинақталады дейді Уоррен Баффет. Аптасына бірнеше хабарлама, посттар жіберіп отырсаңыз, сізде оқырмандарға ұнайтын мақалалардың толық каталогы қалыптасады. Ол сізді іздеудің немесе веб-сайтыңызға көбірек уақыт бөлудің көптеген жолдарын ашады. Егер сіз өзіңіздің жұмысыңызды аптасына бір тапсырманы автоматтандыратын болсаңыз, нәтиже беретін маңызды іс-шараларға назар аудару үшін уақытты босатасыз. Тапсырмаларды оңтайландыру барысында сіз өзіңіздің бұрынғы біліміңізді және жаңа мәселелерге арналған шешімдерді қолдана отырып, оны жақсырақ әрі жылдам жасайсыз. Сіз қаншалықты артықшылық жасасаңыз, келесі артықшылықтарыңыз соншалықты көп төленеді. Күнделікті 1% өсім жылына 38 есеге көбейеді. Нәтижені бақылау және өлшеу. Номер 1 ережеде мен жүйенің алға басудың ең жақсы тәсілі екенін көрсеттім. Өйткені біз күш жұмсаймыз және барлық айнымалыларды басқарамыз. Мысалы, мақсатсыз күнделік жазу бұл жай ғана тәжірибе. Егер де сіз бір нәрсеге қол жеткізгіңіз келсе, белгілі бір қорытынды жасауыңыз керек. Мысалы, апта сайын блогыңызға немесе веб-сайтыңызға пост жариялап тұру. Өйткені жүйе дегеніміз қалай нәтижеге қол жеткізуге болатынын қадағалайтын тәсіл. Мысалы, жұмысты көтерілу бұл мақсат. Сіз өзіңіздің бастығыңызды басқара алмайсыз. Алайда ол сізді көтеретіндей күнделікті жұмыс жасасаңыз, мақсатыңыз шындыққа айналады. Нәтижелер мен мақсаттар арасында айырмашылықты білу шынайы және қолжетімді мақсаттарды қоюдың кілті болып табылады. Өз кезегінде сіз мақсатыңыздың көп бөлігіне тіпті тырыспай-ақ жетесіз. Сондықтан сіз өзіңіздің энергияңызды қайда бағыттау керектігін білуіңіз керек. Оған 80-20 ережесі көмектеседі. 80-20 деп аталатын Парето қағидасы менің күнделікті өмірімде үнемі қолданатын модельдердің бірі. Нәтиженің 80% әрекеттің 20%-нан шығады. Нәтижелердің көп бөлігін ұсақ нәрселер құрайды. 80-20 ережесін қолданып, сіз өзіңізде неғұрлым көп нәтиже беретін нәрсеге көңіл бөлетін боласыз. Егер күмәндансаңыз, бұл ережені қолданыңыз. Бұл сізге шынымен маңызды нәрсені түсінуге және жаңа қорытынды жасауға көмектеседі. Белсенді жұмыс жасау үшін ертерек ояну.
Біздің жұмыс жадымыз, байқампаздығымыз және шоғырлануымыз оянғаннан кейін 2 сағат өткен соң біртіндеп жақсарып, таңертең ортамызда болады. Бұл біздің миымыз үшін максималды өнімділіктің табиғи кезеңі. Осы кезеңдегі ең маңызды жұмысыңызды жоспарлау арқылы осы жағдайды пайдаланыңыз. Терең жұмыс жасауға көңіл бөліңіз. Демек, сіз ұзақ уақыт бойы алаңсыз жұмыс жасай аласыз. Ағын күйіне кіру үшін сіз помодоро техникасын қолдана аласыз. Бір тапсырма бойынша 25 минут жұмыс жасаңыз, содан кейін 5 минутқа қысқа үзіліс алыңыз. Жалпы концентрацияны 25 минут игергеннен кейін, сіз 50 минут қатарынан жұмыс істеп, содан кейін 10 минуттық үзіліс жасай отырып продуктивті бола аласыз.